Номер 3 Бескөл орта мектебінің жас тілшілері ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұлттық нақыштар жобасын қолға алып отыр. Осыған орай біздің бүгінгі бағдарламада сіздерге қазақты би өнері туралы баяндайтын боламыз. Қазақтың ұлттық би өнері бұрынғы заманнан қалыптасып, күні бүгінге дейін өркендеп келеді. Би өнері халқымызда салт-дәстүр, тұрмыс тіршілігіне, қоршаған ортасына байланысты туындаған. Біз биді күнделікті өмірде тамашалап жүргенімізбен, оның тереңіне үңіле қарай бермейміз. Сондықтан көкейімізде жүрген сан сұраққа жауап іздеу үшін мектебіміздің би үйірмесінің жетекшісі Айдана Бұлғақызына қонаққа барамыз. Сәлеметсіз бе, апай? Айтыңызшы, қазақ би өнерінің қандай түрлері бар? Сәлеметсіз бе? Жалпы қазақ биі ол жаңа бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері болып табылады. Қазақ би өнерінің түрлеріне келетін болсақ, салт-дәстүрге байланысты домбыра, асатаяқ, киіз басу деген би түрлері бар. Қазақ аруларымыздың қазаққа тән сұлулығын көрсететін жаңағы кербез қыз, қосалқа, былқылдақ деген би түрлері бар. Қамажай. Қазақ жігіттерінің батылдығын, батырлығын, күш қайратын көрсететін билерге тоқталатын болсақ, ол сарбаз биі, қара жорға биі, садақшы биі және тағы да басқа билер толып көп. Сіз шәкірттеріңізге қандай түрлерін үйретесіз? Біз қазір шәкірттермен классикалық би сабағын өтіп болып, енді қазақ би сабағының қыр-сырларын үйреніп жатырмыз. Алдағы уақытта шығыс билері, заманауи билерін үйренеміз деген ойда бар. Маған да бір-екі қимылды көрсете аласыз ба? Қыздар, қазір бидай боз қимылын жасаймыз. Мен соңынан қайталанымдар, жақсы ма? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бидің жастарға берер тәрбиесі қандай? Ұлттық өнерге деген қызығушылықтарын арттырып, бойындағы бар қасиеттерді одан ары дамытады. Ұлыстың ұлы күніне орай ақ лебізіңіз болса? Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, бақыт әкелсін, еліміз өркен жайып, Наурыз баршамызға ынтымақ пен сәттілік әкелсін. Қазақтың биі бұл біздің арғы бергі тарихымыздың қимыл қозғалысы. Сондықтан да оны ұлттық салт-дәстүрді танытатын өнердің төресі десек артық айтқаны емес. Сіздермен бірге болған Альмира Балтабек, номер 3 Бескөл орта мектебінің жас тілшісі. Ұлыс оң болсын.